Медиада аспан асты елінің экономикасы мен саяси жағдайының артуына байланысты Қытай тілі халықаралық қатынас тіліне айналуы мүмкін деген болжамдар айтылып жүр. Бұл видеода шынымен Қытай тілі ағылшын тілін халықаралық жетекші позициядан ығыстыра ма, бүкіл әлем иероглифті үйренуге мәжбүр бола ма, талқылап айтып көреміз. Халықаралық тіл дегеніміз не? Халықаралық тіл бұл дүние жүзінің көп адамы қарым-қатынас орнату үшін кеңінен қолданатын тілі. Халықаралық сипатқа ие тілді көп халық өз ана тілі ретінде санайды, ал біраз елде екінші тіл ретінде пайдаланады. Бірнеше құрлықта, әртүрлі мәдени ортада, халықаралық ұйымдар мен ірі конференцияларда қолданылып, мектептерде шет тілі ретінде оқытылады. Теория жүзінде Қытай экономикасының жылдам дамуы әлемге саяси ықпалы Қытай тілінің үстем болуына әсер ете алады. Бұған дейін француз тілінің ықпалы Францияның империалистік мінез-құлқы, ақсүйектер мен дипломатиялық әлемге мәдени әсер етумен байланысты болды. Кейін орнын ағылшын тілі басты. Ақырында ақш экономикасы гегемонияға айналып, ағылшын тілінің ықпалын одан әрі күшейте түсті. Қазір дәл осындай үдеріс Қытаймен болып жатыр. Бір ғана айырмашылық, Қытай үкіметі жұмсақ күш жолын таңдады. Олар Африка мен Оңтүстік Шығыс Азия елдеріне инвестиция мен несие беру арқылы Қытайдың экономикасы мен саяси күшін көрсетті. Бүгінде Қытай елі сатып алу бойынша бірінші, жалпы ішкі өнім бойынша ақштан кейін екінші орында. Кейінгі 40 жылдағы экономикалық өсу бойынша әлемдік көшбасшы атанды. Зерттеушілер алдағы 10-15 жылда Қытай Американы артта қалдырып, әлемде экономикасы мықты бірінші ел болады деп болжайды. Белгілі кәсіпкер Илон Маск та осы пікірмен келіседі. Тіпті пандемия кезінде Қытайдың жалпы ішкі өнімі өсіп отырған екен. Бірақ бұл факторлар Қытай тілі мәртебесін көтере ме? Қай жерде қытайша сөйлейді? Қытай тілі ең көп тараған тілдердің бірі. Дүние жүзінде 1,3 миллиардтан астам адам қытайша сөйлейді. Бірақ тек Қытай, Тайвань, Сингапурда ресми тіл ретінде қолданылады. Ал бірнеше елде ғана ресми түрде жүруі Қытай тілінің негізгі халықаралық тіл ретінде қалыптасуына үлкен кедергі. Мысалы, ағылшын тілі ақш, Канада, Аустралия, Ұлыбританияда ресми тіл, ал француз тілі 29 елде және 5 құрлықта ресми түрде қолданылады. Қытай тілі несімен қиын? Қытай тілінің әлемдік тілге айналуына тағы бір кедергі оның күрделі болуында. Ең қиын тіл ретінде енген. Қытай тілінде бір сөз бірнеше мағына береді және сөйлемнің әртүрлі мүшесі бола алады. Оларда негізгі ойды түсіндірудің грамматика құралы, дауыс ырғағы мен сөйлемдегі сөздердің қатаң тәртібі. Қытай тілінде 4 дауыс ырғағы бар: жоғары, бір қалыпты, төмен және өте төмен. Адам бір сөзді айтқан кезде дауыс ырғағынан қате жіберсе, сөздің немесе сөйлемнің мағынасын толық бұрмалап жіберуі мүмкін. Мәселен, Қытай тіліндегі чоуен темекі шегу дегенді білдірсе, чоуян сасық қой деген сөз. Иероглифтер Қытай тілінің қиын бөлігі. Бір иероглифті жаттауға бір күн кетуі мүмкін. Ал қытайшада жиі шатастырылатын бір-біріне ұқсас иероглифтер көп кездеседі. 1956 жылы мемлекет халық сауатын арттыру үшін және экономика дағдарысына қарсы тұру үшін дәстүрлі иероглифтердің ерекшеліктерін азайтып, жеңіл түрін жасап шықты. Осы реформа шеңберінде 2235 иероглифтің жазылуы оңайланған. Десе де, бұдан кейін де проблема жойыла қоймады. Мысалы, бүгінде қытайлықтардың өзі кей иероглифтің қалай жазылатынын ұмытып бара жатыр екен. 2010 жылы Қытай жастары газеті зерттеу жүргізген. Онда 2072 адамның 83% иероглиф жазуда қиналатынын айтқан. Тағы бір сауалнамаға қатысқандардың 80% иероглифтің бөлек-бөлек қалай жазылатынын ұмытып қалғанын жеткізген. 2008 жылы Қытай білім министрлігі 3000 оқытушыдан сауалнама алған. Нәтижесінде 60% білім алушылардың иероглиф жазуға қабілеті жетпей жатқанын айтқан. Қарапайым қытайлық жұмыста, күнделікті өмірде коммуникация үшін қанша иероглиф қажет, сонша ғана біледі екен. Цифрлық технологияның дамуы мен гаджеттер жағдайды одан әрі өзгертті. Енді адамдар мыңдаған иероглифті есе сақтамай-ақ телефон немесе ноутбугының көмегіне жүгіне алады. Австралиялық пен ағылшын тілінде сөйлейтін испан, канадалық диалектің кесірінен коммуникация кезінде қиналуы мүмкін.
Дегенмен олар бірін-бірі түсініп, ойын жеткізе алады. Ал Қытайда әр адам өз мекеніндегі диалектімен сөйлесе, бірін-бірін мүлдем түсіне алмайды. Мысалы, солтүстіктегі қытайлар оңтүстіктегі қытайлардың тілін түсінбейді. Шынында, қытайлықтарда бірыңғай ауыз екі сөйлеу тілі жоқ. Путунхуа медицина, білім, бақ, мемлекеттік орындар, кәсіп және өнерде қолданылатын ресми тіл. Бірақ ең кең таралған путунхуа тілінің айтылуында да айырмашылық көп. Бір провинция тұрғындарында өзіне тән акцент болса, көршілестері басқаша сөйлейді. Сол себепті телевизиядағы фильмдер мен шоуларда субтитрлар жиі кездеседі. Қытай мәдениеті және дәстүрі қандай? Шетелдіктердің орысша сөйлеуіне орыс әдебиеті классиктерінің үлкен әсері бар. Мысалы, актриса Кейт Бекинсейл орыс әдебиетіне деген махаббатынан орыс тілін үйренген. Француз тілін адамдар махаббат тілі деп атайды. Ал фламенко, танго биіне сүйсінетіндер испан тілін меңгереді. Әлемді жаулап алған драма мен кей-поптың арқасында адамдарға корей тілі қызық. Ал аниме, манга арқылы миллиондаған адамдар жапон тіліне ғашық болды. Ал Қытай тіліне жол ашатын аспан асты елінің мәдениеті қандай? Өкінішке қарай, кеспек арналған екі таяқша, Конфуций, Джеки Чан және Қызыл айдаһардан басқа Қытай мәдениеті туралы ешқандай ақпарат білмейміз. Қытай киносы. ЮНЕСКО-ның мәліметінше, Қытай әлемдік кинематографияның үздік бестігіне кіреді. 2012 жылы олар кино нарықта 2 миллиард доллардан астам табыс тауып, 2013 жылы 638 фильм түсірген. Бірақ Қытай қаншалық көп кино түсіргенімен, негізгі көрермендері Қытай аудиториясы ғана. Дегенмен, осы жылы карантин әсерінен Қытай прокаттары солтүстік америкалықтарды басып озды. Пандемия кезінде ақш-та кинотеатрлардың тек 48%, ал Қытайда 75% жұмыс істеді. ақш блокбастерлері кейінге шегеріліп жатса, Қытай кассалары отандық туындылармен рекорд жаңартты. Десе де, Қытай киноиндустриясының жалпы жағдайы мәз емес. Қытай фильмдері Оскарға 23 рет өтініш жіберіп, оның 2-і ғана ұсынылған. Бірақ ешқайсысы жүлдеге ие болмаған. Қытай әдебиеті. Қытай әдебиеті халықаралық деңгейде көріне бермейді. 2003 жылы BBC 1 миллионға жуық адам қатысқан сауалнама жасады. Онда адамдар тарихтағы ең үздік 200 кітапты атады. Бірақ олардың ішіне Қытай тілінде жазылған бірде-бір кітап кірмеген. Ал әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын осыған дейін тек 2 қытайлық ұтқан. Олар Мо Ян мен Гао Цзиньцзян. Бір қызығы, Гао Цзиньцзян Қытай болса да Қытай азаматы емес. Қытай музыкасы. Қазір әлемде ең үлкен 3 жазба лейблі бар. Олар әлем музыка нарығының 70%-ын басқарады. Бірақ олардың бірде-бір еншілес жазба студиясы Қытайда орналаспаған. Өкінішке қарай, 2020 жылғы Шазамның тарихтағы ең үздік 100 әні ішінде де, Top 100 Global and Apple Music рейтингінде де Қытай әндері жоқ. Интернет тәжірибе алмасудың, білім алудың, пікір білдірудің, хат жазудың және мәдениет алмасудың қайнар көзіне айналды. Инстаграмға кез келген медиа, бренд атауын теріп, ол туралы барлық ақпаратты ала аламыз. Бірақ қытайлық қолданушылар мұны жасай алмайды. Себебі ол елде шетелдік әлеуметтік желі мен сайттың көбісі бұғатталған. Оларға аналог ретінде өздерінің мессенджерлері бар. Мысалы, TikTok Қытай өнімі болса да, ол елде бұл қосымша істемейді. Қытайлықтар оның орнына Douyin қосымшасын пайдаланады. Қанша аргумент айтсақ та, Қытай тілінің болашағы қандай болатыны әлі белгісіз. Кез келген экономика құлдырауы мүмкін. Ал тіл дамуы немесе өзгеруі ықтимал. Жалпы мәдениет өзгеріске бейім феномен. Бірақ бір нәрсе нақты. Кез келген тілді білу сіздің бэкграундыңыз үшін пайдалы. Сол себепті Қытай тілін үйренген артық етпейді. Егер сіз Қытайда жоғары білім алғыңыз келсе, немесе біліктілігіңізді арттырғыңыз келсе, кәсіп бастағыңыз келсе, сізге Қытай тілі қажет болады. Бірақ Қытай тілінің қиын екенін ескерген жөн. Сондықтан, оны үйренуге үлкен шыдамдылық пен талпыныс керек. Ал сіз көрермен, Қытай тілін үйренгіңіз келе ме? Комментарий бөліміне пікір қалдырып, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз.